Қалайсыз әпше? Сізге екі қыз келген жоқ па? Иә, келді. Оларға киім беріп қойдыңыз ба? Бердім. Біз олармен жарысайын деп жатқан едік. Сол киімді қайтарып алыңызшы, өтініш. Неліктен? Егерде ол киімді қайтармасақ, олар бізді жеңіп қоятын сияқты. Жақсы сұрап көрейін, бірақ тек сендер үшін ғана. Болды, рахмет. Алло, маған киімді тезірек еткізіңдер. Мен оны басқа адамдарға беретін болдым. Иә, жедел түрде алып келіп беріңдер. Кеше футбол не болды өзі? Көрмедім мен. Егеде бір болды білесің, Барселона ұтты ғой Реал Мадридті. Айтпақшы, ертең қыздар мен балдар жарысады, сендер қай топқа жақтасасың ба? Балдарға, конечно. Қыздар бәрі. Балдар атады. Жарайды, оны жарысып көреміз. Ертең жолығамыз, конечно, кел. Қыздар кешіріңіздерші, мен бұл көйлекті басқа адамға беруім керек болып қалды. Біз естідік, сіздер жарысқа әділқазы болады екенсіздер. Иә, солай. Егер де сіздердің бізге көмектеріңіз тиіп жатса, кафеге жатыңыздар. Ойланып көремін сонда бұл. Жарайды, кеттік. Не істейміз? Анау екеуі де кафе деп тұр. Қайсыны жүргіземіз? Екеуінде жеңдесе сақ болмай ма? Болды, доғарыңдар. Екеуін де әділеттестік. Иә, әділ болсақ әділ болайық. Қалай жұмыс берейік? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі сахнада қыздар мен жігіттер жарысады. Оған төрешілік ететіндер Ерқанат, Димаш, Ансар. Ал енді төрешілермен таныс болсақ, ортаға қатысушылар шақырайық. Біздің көптен күткен қатысушыларымыз келді. Қыздар тобын таныстырып кетсем, Айдана, Балсезім. Ал жігіттер тобында Әнуар, Нұрбек. Ал ең бірінші өнер көрсететін топ жігіттер тобы. Біздің бірінші әніміз жоқ қыздар. Жанарың мұқтайғанып, жүрегің шоқтайғанып, сұлуларды көрген кезде жанымда қаттаппай қалдым әнәнейін. Ал біздің екінші әніміз көк ту. Желбіретіп көк туды, пойызымды қу, кім қандай жүз, кімде қандай рух. Бұл біздің менталитет қой, бұл қусақ интеллигент наху, тру, болып сөйле тру. Ал келесі өнер көрсететін қыздар. Музыка. Ал қыздар өнерлеріңіз көрсетіп болсаңыздар, жігіттер тобын сахнаға шақырайық.
Келесі кезекте екі топта өз кереметтей өнерлерін көрсетіп болса, жарыс нәтижесін анықтау үшін әділ қазы алқаларына тізгінді берейік.